Сәлем оқырман, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай шашқа тағатын повязканы бірге тоқып үйренетін боламыз. Тоқылу жолы өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Тоқыманы енді тоқып бастап жүрген оқырмандарымды тоқи алады. Өте түсінікті үйреттім деген ойдамын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге ярнарттың джинс деген жібі керек болады. Және де соған ұқсас жіптерді де қолдансаңыздар болады, және 2-2,5 мм крючок қажет. Ең алдымен біз кольцо жасап аламыз. Осылай кольцодан біз жібімізді кіргізіп, воздушная петля жасаймыз. Біз қазір 1, 2, 3 және 4, 5 воздушная петля жасаймыз. Сосын крючогымызға жіпті осылай 2 рет орап, столбик с 2 накидами жасаймыз. Яғни 2 еселенген баған тоқитын боламыз. Міне. Тағы да 2 еселенген баған, столбик с 2 накидами тоқимыз. Міне осылай. 2 рет аламыз. Міне біріншісі, екіншісі, үшіншісін осылай қосып жібереміз. Осылай үшеуін тоққаннан кейін 2 воздушная петля тоқимыз да, тап жаңағы тоқыған жерімізге 4 двойной столбик с накидом тоқисыздар. Міне. Мен видеода үшеуін тоқығанымын. Негізі 4-еуі тоқылуы керек. Тек бастамасында 4-еуін тоқисыздар. Осы жерге тағы бір столбик с 2 накидами тоқисыздар. Енді біз қазір 4 воздушная петля тоқимыз. Қайтадан жаңағы дәл ортасына 2 воздушная петля қалдырған жеріміздің ішіне кіргізіп тұрып, столбик с 2 накидами тоқимыз. 2 еселенген баған тоқитын боламыз. 2 еселенген бағанның 3-еуін тоқимыз. 2 воздушная петля жасаймыз. Тап жаңағы жерге қайтадан 2 еселенген баған, столбик с 2 накидами тоқимыз. Барлығы 6 баған болу керек. Ең бірінші бастағанда 8 баған болады. Қалғандарының барлығында 6-ау болады. Енді біз қайтадан осылай 2 еселенген баған тоқисыздар да, қараңыз, мына шетке, мына жерге қараңыздар, кіргізіп тоқимыз. Бұл яғни шетін, біз жаңағы 4 воздушная петля тоқыдық, соның орнын осылай столбик с 2 накидами толтыратын боламыз. Міне 4 воздушная петля тоқыдық. Енді 2 еселенген бағанды 6-ауын бір жерге тоқисыз, ортасында 2 воздушная петля болады. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Жалпы қарап отырған адамның өзі түсінеді. Енді сізге айтып та түсіндіріп жатырмын. 2 еселенген бағанда осы жер соңына дейін қайталанып тоқылады. Міне. Ал именно осы шет жағын, осында шет жағын біз 2 еселенген бағанмен жоғары қарай көтеретін боламыз. Ал бұл жерде 4 воздушная петлямен көтеріледі. Ауыстырамыз тоқымамызды, қайтадан осылай тоқимыз. Бұны нешеуін тоқуымыз керек дегенді айтатын болсақ, мысалы 2 құлақтың арасы бар ғой, 2 құлақтың арасы бастағы. Сол екеуінің арасындағы размерді тоқисыздар. Кішкентай балаларда әртүрлі, әркімнің басының размері де әртүрлі болады ғой. Соған байланысты сол 2 жақтың размерін алатын боласыздар. Міне осылай, шет жағын двойной бағанмен аласыздар. Міне осылай соңына дейін тоқи бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Міне
Міне 1, 2, 3, 4-еуін тоқыдым. Міне қараңыздар. Жалпы бұл жерде 5-еуін тоқу керек, 10-ның 15-ін тоқу керек деген жоқ. Өзіңіздің қалауынша тоқисыздар. Қараңыздар, міне примерно осындай. Менде екі құлақтың арасындағы размері осындай болып шықты. Не үлкен қыздарға арналған, кішкентай балаларға не кішкентайлау қыласыздар, енді өздеріңіз қарап. Енді не істейміз? Бір воздушная петля істейміз, айналдырамыз. Не қараңыздар, столбик без накида тоқимыз. Не араларына осылай 2, 3, 4, не дәл ортасына ішіне кіргізіп тұрып 5-шісін тоқисыздар да. Енді 50 воздушный петля тоқисыздар. Енді қараңыздар, 50-ін тоққаннан кейін міне бірінші емес, екінші воздушная петляға осындай столбик без накида тоқисыздар. Қараңыздар, міне осылай тоқып болдым. Енді дәл жаңаның ортасына тағы столбик без накида тоқимыз. Не осылар столбиктердің үстіне не тоқисыздар. Столбик без накида, тағы бір столбик без накида тоқимыз. Екіншісін тоқимыз ішіне. Сосын бұл жерде 3 воздушная петля, немесе 4-еуін алсаңыздар болады. Мен 4-еуін алдым. Осылай пико әдісімен тоқитын боламыз. Тағы 2 столбик без накида тоқимыз. Міне осылай бітеді. Келесіне бастаймыз. 2 столбик без накида. Жалпы 3 воздушная петля тоқсаңыз болады. Мен ол жерде 4-еуін тоқтым. Міне қасында осыған столбик без накидадан жібімізді алып қосамыз. Осылай бізде пико әдісі тоқылады. Осылай соңына дейін тоқисыздар. Міне бір шетіне жеттік. Енді мына жерге келген кезде біз міне мына жерге бір столбик без накида тоқимыз. Ортасына тағы 50 воздушная петля тоқимыз. Өздеріңіз білетіндей, 50 воздушная петлядан кейін әрқайсына столбик без накида тоқып, осы шетіне дейін істейміз. Және дәл ортасына столбик без накидамен қосамыз. Және қараңыздар, мына шетінде мен басында айтқан болатын, мен 1-еуін тоқуды ұмытып кеткенмін. Сіздер 4-еуін тоқыңыздар деп. 4-еуін тоққанда мына жерде 3-еуі қалатын еді. Менде бұл жерде 2-еуі қалып тұр. Ештеңе етпейді жалпы. Бірақ 4-еуін тоққандарыңыз жақсы. Міне қалғаны тап жаңағы қалай тоқыдық пико әдісін. Тап солай соңына дейін тоқисыздар. Ешқандай қиындық жоқ. Міне ал мына қалған жіпті ішіне кіргізіп тоқып жібердім. 2 столбик без накида, 4 воздушная петля. Міне астындағы столбик без накиданың ішіне жіпті кіргізіп тұрып қосамыз. Сонда бізде осындай пико әдісі шығады. Ал оқырмандар, міне біз повязкамызды тоқып болдық. Соңын міне осылай алып, кіргізіп, қайшымызды алып,
қиямыз, жіпті тартамыз. Және де міне осылай арасына кіргізіп, соңында қиып жібересіздер. Керек емес жіпті. Сіздерге сабақ ұнады ма? Түсінікті болды ма? Егер сабақ ұнаса лайк басып, комментария жазып кетсеңіздер болады. Және де сіздерден қолдау күтемін. Алдағы уақытта көптеген видеолар шығаратын боламын. Егер сұрақтарыңыз болса, міне астында менің аккаунтым тұр, Instagram, TikTok. Сол жерге кіріп, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Және де маған Instagram, TikTok аккаунттарыма жазылып кетсеңіздер болады. Ал менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.